Сәлем менің ютубтағы оқырманым. Бүгін сіздерменен прямой классический юбканы матаның өзіне қалай сызып қиюды үйренетін боламыз. Қазақ тілінде кішкене асты зауженный карандаш деп те айтуға болады, зауженный прямой классикалық юбка деп айтуға да болады. Арқасы закрытая шлица. Менің каналым сізге пайдалы болса, подписка жасап, колокольчикті басып лайк қоюды ұмытпаңыз. Әрбір әрекетіңіз маған шабыт бағыштайды. Қайсыны қандай өлшемдер керек? Белдің толы айналасы, оны сразу екіге бөліп дайындап аласыз. Бөксенің толы айналасын екіге бөлесіз, оны екіге бөлесіз, оған плюс 1 алды болады, минус өзі арты болады. Просто осылай жазбаңыз. Юбканың ұзындығы, сосын бөксе мен белді айырмашылығын жазасыз. 52-ден 40-ты алып тастасаңыз 12 қалады. Бұл сіздің выточкаңыз болады. Қазір қалай істеу керек екенін үйрететін боламын. Бірінші очередь матамызды екі бүктеп аласыз. Міне екі бүктелген матамыз. Мен дайындап алдым алдын ала. Екі бүктеп, мына бүктеу жағы бұяқта. Неғі ашық жағы. Кромкаларын кесіп дайындап аласыз. Етегі қисық болса дұрыстап сызып қоясыз. Енді сразу юбканың ұзындығын алып аламыз. Юбканың ұзындығы 75 плюс 3 сантиметр қосатын боласыз. Одан кемі болмай қалады. 78-ді белгілеп сызып аласыз. Ғана 3 сантиметр қосып, бітіп тура сызық сызып алдым. Асықпаңыз, әдемілеп түсініп алыңыз. Бір рет көргенде түсінбесеңіз, қайта-қайта көріп түсініп алсаңыз, өзіңізге жақсы болады. Енді бүктеу жағынан, ашық емес жағынан, бөксені екіге бөліп, оны екіге бөлгенде 26 плюс 1 сантиметр. 27-ні белгілейсіз, міне. 27-ні белгілейсіз. Белгілеген неңіз бір сызып қып төсеу қылып түсіріп аласыз. 2 сантиметр тігіске қоямыз. 2 алдына, 2 артына. Сразу бұл жан сызығы сразу сызып аласыз. Неге запасқа көп қалдырамыз? Себебі қазіргі маталар үтікке кіріп кетеді. Үтікке кіріп кетсе де, сіз өкінбейсіз. Во-первых, сізде запас жеткілікті. Во-вторых, көбіне қазір запаспен істетеді. Кішкене толып азып жүретін кісілер. Ұнатпайтын кісілерден алып тастауыңызға болады. Міне, бұл тігіс ақысы, бұл жаны. Бұл да жаны. Мынау алды. Мына арты. Әлі артын сызған жоқпыз. Енді артын сызатын боламыз. Жаңағы тура бөксемізді міне. Екіге бөлдік 52. 52-ні 2 бөлін 26. 26-ны сызамыз. Жаңа плюс 1 сантиметр 27 қылдық алдыны. Енді 26 мына бетін белгілейміз. Мына 2 бұл тігіс ақысы. Енді мына етек жағынан 28 сантиметр ұзындықта 9 сантиметр белгілеп шығасыз. 9 бұл бір-біріне өтіп тұратын швейца. Не үшін бұлай экономдап шығарып тастап істесеңіз де болады. Маған просто мына жағы қазір костюмның несіне керек болады. Соң үшін мен шығармай, осы екі бүктеп істей бердім. Осылай. И мына жағына тоже 2 сантиметр запас сызасыз. На линейканың ені өзі 2 сантиметр. Алдық. Алды 27, 1 сантиметр қосылтына 26. Бұл жаққа қосылмады. Енді, міне, 26 қақтан келді демейсіз. Бөксені екіге бөліп, оған 1 сантиметр қосқан кезде алды болады. Қоспаған кезде арты болады. Түсінікті болды ғой. Енді мұнаны выточканы істейтін боламыз. Выточканың 3 сантиметрін арқаға береміз. Минус 3, 12-ден 3 алып тастасақ 9 қалады. 9-дан 1 сантиметр алдына бересіз. 1 сантиметр, одан көп қоймайсыз алдына. Если запасы аз болса, мысалы үшін животы болса, алдына выточка қоюдың қажеттілік жоқ. Арқасына и жанына қойсаңыз жеткілікті.
Алдындағысы ұзын выточка болмайды, ол әдемі көрінбейді мүлде. Қазір енді түсіндіріп берем. Енді ортаға қалғаны 8, 4-4-тен бөлінеді екі жанына. Қазір түсіндірем, қалай болатын? Артындасын сызамыз. Артынан 9 см ішке кіреміз. 9, 10 әртүрлі кіресіз. 13 см түсесіз. 13 см ұзындығы болады. 1,5 3 см выточка шұқырлығы болады. Оны белгілейсіз. Енді артқы жағынан 1 см түсіресіз. Артынан. Алдынан 1,5 см түсіресіз. Енді жанындағысы 8 см, 4, мыняқа, мына 4 см. 4, мына алдына қоясыз, мына артта, мына алды, мына жаны. Енді 19 см түсіресіз. 19 см бұл бөксе болады, бөксесіз. 19-ға бірлестіреміз. Бірлестіресіз. Енді 1,5 см түсіргеніңізді бірлестіресіз бұлай. Сосын жан сызығынан 7 см кіреміз. 7 см. 7 см қия қылып, түп түзу емес, кішкене қиғаштап 7 см сызатын боламыз. 0,5 бяха, 0,5 бяха. Выточка істейміз шұқырлығы. Бұны бұл алды. Бұл арты выточкасы. Жаңа 1 см түсіргеніміз бар ғой, оны мынау 4-ке біріктіреміз. Мына 19-ға апарасыз. Арты, бұл алды. Енді 2 см тігісі бар ғой, соны 2 см белгілейсіз. Ешқадан ойдан алып істегеніміз жоқ. Жақсылап үйреніп алсаңыз өзіңізге жақсы. Енді мына төменнен кішкене зауженный, қатты емес, аздап болатын болса 2,5 см кіресіз. Міне 2,5 см. Примерно 8 см қайырасыз ғой, 8-ге дейін түп түзу сызылады. Міне 2,5 см. 2,5-3 см кіресіз. Мен 3 см кірдім. Мына жері қайырылған жерге дейін кішкене шамалы түп түзу сызасыз. И бұны бөксемен бірлестіреміз. Бөксе сызығымен. 19-ға алып келесіз. Міне. И тура осы жерге тоже 2 см запас қоясыз. Тігісіні қоясыз осылай. Кішкене түсінікті болу үшін қайта-қайта көріп нетвасаңыз болады. Өте оңай. Бір емес бірнеше рет көріп, бірнеше рет қайталап әртүрлі размерде тігіп көрсеңіз, жақсырақ түсінетін боласыз, иншалла. Міне, бұл алды, бұл арты, бұл арқасындағы үстіне түсіп тұратын, бұлай үстіне түсіп тұратын закрытая швейца деп айтылады. Мынау артының выточкасы, бұл арқасындағы ортадағы тігіс, мынау жан тігісі, мынау белі, мынау белі. Мына беліні, мына бөкседегі айырмашылық салып, выточка ретінде бөлдік. Бұяқа 3, мыняқа 4, мыняқа 1 см. 12-ні 3-ке бөлдік. Мына алдына 4 см, артына 4 см кірдік. Мынау 2 см бұл тігіс ақысы. Түсінікті болса, енді қазір қиып алатын боламыз. Бисмилла.
бұл алды. Қиған кезде түсінікті болады қазір. Бұны түзу қылып сызғаныңызды кесіп тастайсыз, етегі түп-түзу болады. Асықпаңыз. Қазір кішкене бір жақсылап түсіне алсаңыз, иншалла. Үй үшін 9 сантиметр қалды, бұның соңынан түсіндіретін болам. Міне, қиып алған кезде тура осындай болады. Міне. Мына кішкене бітіп кірген кезде зауженный юбка болады. Кішкене асты кіріңкі болып тұратын юбка болады. Енді бұлардың выточкасын қазір бұлай бір-біріне бұлай етіп өткізсеңіз де болады, или булавка арқылы өткізсеңіз де болады. Қиғаш қыласыз, түзу қымайсыз, қиғаш болған кезде выточкасы да білінбейді, юбкаңыздың алды грубо болмайды. Бұл арты. Көрініп тұр. Айтылу керек екенін қазір көрсететін болам. Қазір біз примеркаға дайындаймыз, ала берсе. Клиент киіп көрген сосын готовыға дайындаймыз. Мына бұрыштарыңыз осылай ұшты болып қалатын болса, қазір былай сызық жағын көрсетейін. Тоқай былай ұшты болып қалса, соның ұшыны дұрыстап желуге болады. Енді қазір беліне, мына 80-ге 5 сантиметр қосамыз. 85 сантиметр қылып аламыз. Сантиметр болады 9. 9-дан көп болмайтын. 9 сантиметр ені. Мынау бойы, матаның бойы. Мынау ені. Юбканы бойына қиясы. Мен сізге көрсетем. Метр норма 50 сәл кішкене ұзындауға. Біз бұл кішкене ұзындауған кейін 45 сантиметр істедік. Бұған қалғанын қалай шығарамыз, е? Бөксені екке бөлгеніміз 52 плюс 6 сантиметр қосамыз. 6 болғанда 12 сантиметр қосылады. Екі бүктелген кезде 6 сантиметр қосамыз. 58 болады. 58 белгілеп аламыз. Бұл жанындағы остаткісіні костюмге бір нәрсеге карман істеткен кезіңізде қолдансаңыз болады. Екіге бөктейсіз. Мына бүктелген жағы міне. Мынаяғы бөктеу, мынаяғы ашық, е? Мына ашық жағы. Мынау екіге бүктелген. Бұны екіге бөктейсіз де, 5 сантиметр алып тастайсыз. И 19 сантиметр түсіріп, е? 19. Қалған артықшасыны алдына, артына складка ретінде не қыласыз, бөксесі тігізде болмайды жанында. Алып тастайсыз, белінде қопал болмау үшін 10 сантиметр. И одан мен шасаңыз да болады. Қалай болды көрсетейін. Осылай болды. Енді ашып, выточкаларын бірінші тігіп аламыз. Былай. И сосын былай аверлок, астына аверлок қыламыз да юбкаға орнатамыз. Міне достар, жаңа қиып алған прямой юбкамыз. Бұл арты, бұл алды, я? Енді қалай тігеміз? Бірінші өшірт, артқы сызығынан 19 сантиметр түсіп белгілеп қойасыз. Бұл жерге замок қойылады. Примеркаға дайындау кезде ірі тігісте тіксеңіз болады. Артыны, жандарын, потом кейін дұрыс болса, майдада бір жүргізе саласыз. Закрепка беріп, бірлестіріп, ашпайсыз, осы екі бүктелген бойы тігетін боласыз. Мына выточканы пока закрытақ тігесіз, қазір көрсетем. Мына сызықтан 3 сантиметр төменге түсіп, закрепка бересіз, бұл отрездің ашылуы. И потом 5-ке қоясыз да, до конца тігесіз. После примерка бұл отрезді қалай ашу керек екенін үйрететін боламын. Енді выточканы 3,5 тігісте тігетін боласыз. Машинканы
материалыңызға подсветчикпен андай өткізіп аласыз. Оны өткізуді білетін шығарсыз. Тігіс қолданып жүрген болсаңыз, білмейтін болсаңыз, оғанда бір күн арнайы түсіретін боламыз. Міне выточканы ортадағы тігісін екі бүктейсіз. Көрініп тұр ғой, міне екі бүктегенде ровно шығады. Міне осыны тігетін боласыз. Басын закрепите и до конца. Выточканың асты закрепка берілмейді. И ұзына міне ұзын жіп қылып қиып аласыз. Міне осындай ұзын жібі қалу керек. Алдындағы выточка қия, 1 сантиметр. Оны да тоже былай қия қылып тігесіз. Міне достар, выточкаларын тігіп алдық. Енді мына выточка тігілді. Енді бұны ашамыз. Боковой тігісіні тігеміз. Бірлестіріп. Мен астынан бастаған жақсы көрем. Астын екеуін бірлестіресіз. Бұл ровно шығады. Артық еш жерінен артықша шықпайды. Өйткені көрдіңіз, артықша ешқандай ештеңе қоспай қидық. Міне 2 сантиметр тігісімізді 5-те тігеміз, потому что может ушить ету мүмкін етек жағын. Солай болғанда сөтуге қиын болмау үшін. Нормальный болса ештеңе етпейді. Үстінен 3,5 сантиметрде тігіс түсіріп бітіре беретін боламыз. Қазір мен 5-те тіге алатын болам. Закрепка бермейсіз. Примеркада обязательно примерка жасаңыз. Өзіңізге де, клиентке де андай жақсы и сенімді болады. Прямой юбка тура осылай қисаңыз редко дұрыс болмау. Өлшем дұрыс болса, киім 100% дұрыс болады. Өлшемді дұрыс алуды, жақсы алуды үйреніп алсаңыз болды. Осы орада менің YouTube каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Жазылып, колокольчик басып, подписка жасап, комментарий қалдырыңыз. Өз пікірлеріңізді не тігіп үйренгіңіз келеді, жазып кетсеңіз болады. Екінші бетінде тігіс сызығы жоқ. Егер новичок болсаңыз, 2 сантиметр сызып алыңыз. Болмаса, мұнда өзі машинкада бар, дайын. Сол 2-ге қарап, сызып тіге беріңіз. Примерканың өзінде ровно тігіп үйреніңіз. Себебі екеуін екі түрлі қылып тігіп кигізіп көрсеңіз, ол дұрыс келмей қалады. Новичок болсаңыз, қолда тігіп алып, сосына машинаға тігуіңізге болады. Егер тігіспен айналысып жүрген адам болсаңыз, онда сразу машинкаға отырып, примеркаға машинкада дайындап тастай берсеңіз болады. Міне дайын болды. Жанын тіктік, выточкаларын тіктік. Артында тек замокқа қағын ашықтықты қылдық та, мынауын жауып тіктік, пока закрытая. После примеркада көретін боласың, иншалла. Дайын прямой юбкамыз зауженный. Вот, смотрите, зауженный. Она закрытая шица болады. Кейін оны қалай тігу керек екенін көретін боласыздар. После примерка, мен примерка жасап алайын. После примерка қалай бітіру керек екенін үйрететін болам. Ең оңай методикада, ең оңай и сапалы тігуді үйренетін боласыз. Менімен бірге болыңыз. Сіздерді жақсы көрем.